Ассаламағалейкум достар, сіздермен бірге Ауылбай Асеке. Бүгін мен сіздерге пеш жасап көрсеткім келіп тұр. Бұл пешті жасау үшін сіздерге где-то 30 шақты кірпіш керек болады. Сосын мынандай не керек болады? Сетка керек болады. Менің қолданайын деп тұрған сеткімнің арасы кішкене кеңдеу. Сіздер кішкентай, яғни арасы кішкентай сетка қолдансаңыздар болады. Сосын бұл пешті жасау үшін кірпіштерді растворға отырғызудың қажеті жоқ. Яғни түсініп отырғандарыңыздай, бұл пешті ана жерден мына жерге, мына жерден ана жерге көшіріп жүре берулеріңізге болады. Сосын достар, егер де сіздер менің YouTube каналыма жазылмаған болсаңыздар, міндетті түрде менің YouTube каналыма жазылып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Достар, сонымен пешімізді жасап бастаймыз. Пешімізді жасамастан бұрын пешімізді қояйын деп тұрған жерді трамбовать етіп аламыз. Трамбовать ету үшін кірпіштің өзін қолдануларыңызға болады. Немесе аяқтарыңызбен трамбовать етіп жүрулеріңізге болады. Сонымен пешімізді жасап бастаймыз. Ең бірінші астын қойып аламыз. Яғни пештің асты болады. Түсініп отырғандарыңыздай. Түсінгендеріңіздей, короче, мына жерде не болмайды. Пешімізге жаққан отымыз, яғни шоғы жерге түспейді. Пештің шоғы мына кірпіштерге түседі астыңға. Дұрыс жасалды ма, жасалған жоқ па, қарап жүреміз. Короче, былай қарата сәл басырайық. Примерно мынандай болады пешіміз. Тағы да сәл қозғап жүрейік, былай қарата. Көріну үшін. Жоқ! Жоқ! Шайнек қоя қойшыш. Үйдегі адамдар мазалап жатыр. Вот примерно осындай қылып қоямыз міне асты. Астын осылай жайып алғаннан кейін уже пешті жасап бастаймыз. Пешімізді бұлай бір тас. Бұлай бір тас. Тас болғанда мынау кірпіш қой, тек просто біздерде тас деп жүрейді, тас деп айтып отыр. Содан кейін мына жерге уже жарты кірпіш қоямыз. Қандай қылып. Содан кейін былайынан. Сосын достар, ең астыңғы кірпішті дұрыстап алғандарыңыз жақсы, яғни дұрыстап қойып алғандарыңыз дұрыс. Болмаса домалап менікі сияқты болып тұрады. Примерно болды. Енді сеткамызды қоямыз мынандай алып. Көрініп отыр ғой. Көрініп тұр. Сеткамызды қойып бастаймыз. Сеткамыздың үстіне кірпішімізді қоямыз.
сосын кірпіштеріңіздің арасын міндетті түрде тақап қойғандарыңыз жақсы. Тағы да бір жарты тас керек бар, жарты кірпіш. Содан кейін ол лайннан қоямыз. Келесі кірпіш былай түседі. Мына кірпіш құламайды, қорықпай қойсаңыздар болады. Қазір үстінен бастырамыз бұл кірпіштің. Сол кезде бұл кірпіш ешқайда кетпейді. Достар, затымыз почти дайын, пешіміз. Міне пешіміз мынандай болды. Тағы да тяг жақсы болу үшін бір-екі кірпішпен айналдырамыз тағы да. Яғни тағы да бір қатар кірпіш қоямыз. Достар, міне пешіміз дайын. Видеоны тоқтата тұрайын. Достар, көріп отырғандарыңыздай пешіміз дайын, міне. Отынды мына жерден саламыз. Мынау астыңғы жағы не? Шоқ түсетін жер. Зольник деп атайды орысша. Мына жерден отын саламыз. Нақтан жанады. Мына жерден от жану керек. Достар, түсінгендеріңізде міне осындай алып пеш жасауға болады. Ешқандай ненің көмегінсіз, раствордың көмегінсіз. Сосын мына нені, егерде керек болатын болса, мына жерді былай жауып тастауыңызға болады. Жарты кірпішпен. Үстіне тағы да бірдеңе қойып жіберсеңіздер, жабылады. Достар, қазір бұл пешке отын салып жағып көреміз, су қайнатып қараймыз қазір. Достар, мынандай қылып отын дайындап алдым. Мына пешке азғандай отын кетеді. Қазір бұл пешті жағып бастаймыз. Отын салып аламыз бірінші. Сосын мен сияқты мынандай ағаштың бұтақтарын емес, кәдімгі ағаш салсаңыздар жақсы болады жалпы, менің ойымша. Или мына
қолданатын сеткілеріңіз мана видеоның басында айтқанымдай кішкене тесіктері кішкентайлау болғаны жақсы. Сосын тым кішкентай болғаны да болмайды. Жалпы мен бұл пешті жағып көрдім. Осыдан қашан екен, 1-2 күн бұрын жағып көрдім. Сетка, басқа сетка қолдандым, майда сетка тесіктері. Ол сетка уже жарамайды екен. Более-менее тесігі нормальный сетка қолданғандарыңыз дұрыс, короче, бір сөз айтқанда. Жоғарғы жағынан мынандай майда нелерді тастаймыз. Или тіпті майда емес, тасталады бұлар. Қағазда дайындап қойдым алдын ала. Мынандай қағаз салдық. Енді азғантай мынандай шүктет салып өсек болады, азғантай. Тағы да азғантай қағаз салып берейік. Қазір енді осы жерден от береміз спичкамен. Достар, сонымен пешті жағып қараймыз. Спичка жаға алмайм. Ал көрейік. Отымыз жанын қарасын кішкене. Жалмырып бастады. Осы үйдің келінінің дауысы шығып отыр. Майда бұтақтарды салайық. Түтек бітті. Камерамызды алайық. Телефонымыз өртеніп кетіп жүр. Жел жоқ та қазір. Тып-тынық болып тұр дала. Күздің 3-ші айы, бірақ дала тып-тынық, жып-жылы болып тұр күн. Кішкене жаның қырасын. Көзге кіріп кетті. Достар, пешіміз лаулады, мынандай болып. Үстіне 3 шеге қойдым, мынандай қылып, үлкен шеге. Қазір ішінде су бар, шайнегімізді қоямыз. Шайнектің ішінде су бар, азғантай. Кеттік. Қанша уақытта қайнайтын белгісіз. Отымыз күшті болатын болса, жалпы қайнайтын шығар. Сосын достар, бұл пешке далаға от жаққан кезде қолданатын ыдыстар қолданасыңыздар міндетті түрде. Себебі түбін қара күйе қылады бұл пеш. Қазір көреміз қанша минутта қайнайтын мына шайнектің ішіндегі су. Достар, пешіміз жасап тұр, яғни оты жанып тұр. Шайнектің дыбысы шығып жатыр, ысылдаған. Алдыңғы жағынан қарағанда мынандай
түрде отын бақылап отырасыңыздар достар. Көріп отырғандарыңыздай яғни шоғы мына жерде ең бірінші қойған кірпіштерімізге түсіп жатыр. Егерде сеткаңыздың тесігі майда болатын болса, тым майда болатын болса, шоқтары, оттың шоғы түспейді ана жерге. Сондықтан да кішкене нормальный сеткі пайдаланасыңыздар мына жерге. Сосын достар, бұл пештің өте керемет жері, отынды өте керемет экономдайды. Яғни отын экономдауыңызға болады. Бұл пешті қолданатын болсаңыздар. Достар, сонымен шайнегіміз қайнады. Где-то бір 15 минут па, 10 минуттың ішінде қайнады. Мен астын қатты қойдым. Онша көп отын кеткен жоқ мына жерде. Азғантай отын қалды тіпті. Азғантай емес. Біраз отын қалды ана жерде. Міне шайнегіміз қайнап жатыр. Буы бұрқырап. Сосын достар, бұл ненің, бұл пештің минусы да. Маған ұнамаған жері, мына жерде отынды, қалған отынды мына жердегі. Былайынан ысырып отыру керек екен да, ағашпен. Ұзындау затпен ысырып отыру керек болады. Бірақ маған ұнаған жері, бұл пештің маған ұнаған жері, мына жерде шоқ жерге түспейді. Яғни кішкентай балдар болатын болса үйде, вот соларға безопасно болады. Күйіп қалады деп қорықпайсыңыздар ешқандай. Пешті пайдаланып болғаннан кейін, яғни қолданып болғаннан кейін, оты жанып болғаннан кейін, мына жерді жарты кірпішпен жауып тастасаңыз болады. Жоғары жағында жауып тастасаңыз бәрі болады. Сосын шайнекті алып. Бірақ оты жанып болғаннан кейін. Достар, сонымен бұл видеоны мен осы жерден аяқтағым келіп тұр. Егерде бұл видео сіздерге ұнаған болса, міндетті түрде видеоға лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, әртүрлі әлеуметтік желілерде достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сосын достар, егерде видео ұнамаған болса, дизлайк баса берсеңіздер болады. Сонымен келесі видеода кездескенше.